Найзағайлы сәлем. 532 сериалы жайлы жаңа видеоларымыз көрермендерге ұнап жатқаны құпия емес. Ендеше сіздер үшін 532 сериалының 6 бөлімі жайлы айтатын боламыз. Алдыңғы видеодан қатемді тапқан адамдар осы кісілер. Осы видеода да бір қателік жасайтын боламын, сондықтан мұқият болыңыз. Достар, көбіңіз видеомды арнаға тіркелмей қарап жатсыздар. Статистикада 90% адам тіркелмейді деп тұр. Егер арнамды жаңадан көріп жатсаңыз, осы видеоның астына түсіп, подписаться деген қызыл кнопканы басып, оны сұрғылып кетіңіз. Сонда арнамыздың дамуына зор үлес қосасыздар. 6000 жазылушыға сәл қалды. Ал біз жалғастырамыз. Бұл қария жас кезінде қылмыскер болады. Және алдағы бөлімдерде оның ұсталмай қалуына үкімет Думан мен Шалқарды кінәлайды. Және олар жұмыстан айырылып қалады. Ал қазір бұл шал қылмысын ары қарай жалғастырып, түрмеден қашып жүр. Ал жалпы 6 сериядағы басты рөлде ойнайтын қылмыскер кезекті қылмысын дәрігерге жасайды. Полиция қызметкерлері істі тергеуге алып, оның әріптестеріне бұл жағдайды ескертеді. Олар оның жақын досы болып шықты, және оның өліміне сенген жоқ. Мұны ести сала арақ ішіп, күйіктерін басқысы келеді. Ал кешке қарай сол екі дәрігердің біреуі үйлеріне қайтып, беті қолын жуып, есін жинап жатқанда қылмыскер оны да өлтіріп кетеді. Достар, сәл үзіліс жариялайық. Менің арнамнан трендтегі видеолар, фильмдер мен кинолар жайлы қызықты немесе қорқынышты деректерді таба аласыз. Ертелі күнді кеш қылмай, арнаға жазылып, жанынан шыққан қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Ал біз жалғастырамыз. 5 серияда ойнаған мына қылмыскер кімнің есінде? Оны көбі iTube'ден көріп тастаған болар. Қорқынышты болып естілуі мүмкін, бірақ мұндай қылмыскер шын өмірде болған екен. Және оның шын өмірдегі аты Андрей Романович. Көптеген қылмыстарды жасаған соң, полицейлердің алдына бәрін мойындаған. Камераның алдында барлық қылмыстарды қалай жасағанын бүге-шүгесіне дейін айтып берген. Достар, осымен видеоның соңына да келдік. Егер де менің осындай видеоларды түсіруді жалғастыруымды қаласаңыздар, арнаға жазылып, осы видеоға лайк басып кетіңіздер. Комментке осы видеодан қандай қателік таптыңыздар, соны жаза кетіңіз. Келесі найзағайлы видеоларымызда жолыққанша.